Алла тағала ақыл дейтін нығметті ешбір жаратылысқа бермеген. Ақыл иесі тек қана адамға тән. Бірақ Алидің мынадай бір сөзі бар, радиаллаху анху. Алла періштеге ақыл берген, бірақ нәпсі бермеген дейді. Жалпы хайуандарға нәпсі берген, бірақ ақыл бермеген. Адамға ақыл берген, һәм нәпсі берген. Сынақ болып тұрған екеуі де. Енді қараңыз, егер адам нәпсін ақылына жеңдіре алса, ол періштеден жоғары тұрады. Оған Құранда дәлел бар. Қараңыз, егер адам ақылымен нәпсіне иелік ете алса, ақылын дұрыс қолданса, онда ол жаратылыстың ішіндегі ең хайырлы жаратылыс болады. Періштеден де үстін бола алады. Ал егер керісінше ақылын істетпей, нәпсін ғана қолданып, нәпсімен ақылын жеңіп қоятын болса, бұл жаратылыстың ішіндегі ең төмені болады, ең жаманы. Хайуаннан да жаман дәрежеге түсіп кете алады. Көрдіңіз бе? Демек, адам ақылы менен бүкіл жаратылыстан үстін бола алады. Біріншіден, ақыл иесі. Сол үшін де Құранда өте көп аятта я улул әлбәб дейді. Улул әлбәб ақыл иелері. Ақылды біз дұрыс қолданған кезде ғана біз өзіміздің жаратылыс мақсатымызды орындай аламыз. Неге? Құлшылық ғибадаттардың бірінші шарты ақыл иесі болу. Кез келген құлшылық ғибадат ақылды адамға парыз. Намаз, ораза, қарыздық, зекет, тағы басқа. Абай атамыз айтпақшы ғой, ақылда да иман парыз, иманда адамға ғибадат парыз. Ақыл бізге жауапкершілік жүктейтін, біздің дәрежемізді көтеретін бірден бір Алланың берген бізге сыйы. Енді соны қолдануды Құран бізге өте көп аяттарда ақыл жүгіртпейсіңдер ме? Ақыл иелеріне бұл лиязаккара улул албаб, ау лиятазаккара улул албаб. Яғни бізге жаратылысқа қарауды Алла тағала өзінің құдіретіменен әлемді біздің алдымызға жайып тастады да, бізге қараңдар дейді. Яғни бізге мана көзбен қарауды айтпайды, бірақ бұл көз кез келген мақлұқта бар, басқа да жануарларда бар, бізге ақыл көзімен. Ақыл көзімен қараған кезде еш нәрсе босқа емес. Барлық жаратылыстың өзінің бір сыры, хикметі, Алланың бір даналығын көреміз.